жөнінде түзетулерге. Соны былай айтқанда, келешек алда айтқанда. Тағы сұрақ, ұсыныс немесе ұсыныстарыңыз ескеріледі, хаттама міндетті түрде түседі. Сұрақ жауап қаттырақ айтсаңыз болсын. Енді ол түсінікті, жаңа сумен жақты айтып кетті, бізде мәселе бар, суда да, кәріз жүйесінде де бар, иә. Су жүйесінде бізде бұрыннан действующий жүйелер бар, жалпы. Бірақ жаңа докладта айтып кетті ғой, иә, бізде салу құрылғылар 74-ші жылдарда салынған. Олар алдағы уақытта жоба енгізді, конструкция жасау, яғни жүйелер жаңарту. Соның қатар насос станцияларды, водозабор резервуарларды қайтадан бюджеттің мүмкіндігіне қарай құрылыс жүргізілетін болады. Яғни ол жоспарға енгізілді. Ал кәріз жүйесін білесіздер, кәріз жүйесі бізде Байса, орталық Байсадағы кәріз жүйесі бар, жаңа кәріз жүйесі қарастырмаған. Біз жобада оны да қарастырдық. Сонымен қатар әрине ол жоба бір бөлек енгіземіз. Одан кейін оның құрылысын жүргізу үшін жоба сметалық құжаттар әзірленеді және бюджеттің мүмкіндігіне қарай оның да кәріз жүйесінің құрылысы жүргізілетін болады. Бірақ біз міндетті түрде кәріз жүйесін қарастырдық, себебі көп үйлерде септик деп айтамыз ғой, әрқайсысы өзінің жерге қазып пайдаланады, ал ол экологиялық кодекске қайшы келеді. Сондықтан біз жобаға міндетті жүйені кіргіздік, кәріз жүйесі бар, қарастырылған және келешек уақытта ол кәріз жүйесі жүргізілетін болады. Бюджет мүмкіндігіне қарай құрылыс қарастырылған болады. Басқа сұрақ жауаптарыңыз болса. Немесе хатпен ұсыныс ретінде жаңағы хатшыға обращаться етсеңіздер де болады. Көке деген сұрақтарыңыз болса, біз міндетті түрде кейін болса да жауап береміз. Қазір қоятын болсаңыздар, қазір сұрақ қойыңыздар. Қысқая сұрақ қойыңыз. Айта беріңіз. Жаңа объектілердің құрылысы, генпланға жаңа әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлер, жаңа кварталдар ашылған кезде салынады деп ескерттік, ол енді түсінікті. Жоба сметалық құжат жасалуы керек жаңа объектілерге. Бірінші былай айтайық, қысқаша. Бірінші генплан бекітеміз, екінші сол жаңадан ашылатын микрорайондарға егжей-тегжей жоспар жобасы жасалады, яғни микрорайондар. Және сол микрорайондарға соответственно әлеуметтік нысандар болу керек, мектеп садигі болу керек, спорт комплекс болу керек, емханасы болу керек, халықтың көгалдандыру аймағы болу керек, жаңағы парк, скверлер жоспарланады. Және сол бекітілгеннен кейін міндетті түрде жоба сметалық құжаттары әр әлеуметтік нысанға жасалады. Сонымен қатар бюджеттің мүмкіндігіне құрылыс салынатын болады. Былайша айтқанда барлық жоспардың қарастырылған, тек уақыт сағаты бюджетке санаса отырып жүргізілетін болады. Басқа сұрақ. Қоқыс үйіндісі бізде айтып кеттік, жақсы сұрақ негізі. Жаңасы баяндама айтылды ма, айтылмады ма? Қоқыс үйіндісі бізде қазіргі ипподром аймағының артында орналасқан, бізге 1 километр дәл қазір сайында норма сақталмай тұр қоқыс үйіндісінен. Біз жобада қарастырдық, қазір 7 километр жерге, яғни өздеріңіз білетін, жаңа айтып кеттім, секретар төбе деп айтылып кеткен жаққа біз полигонның құрылысын жүргізіп проектісін жасатып жатырмыз уже. Келешек құрылысы салынғаннан кейін ол сол жаққа ауыстырылатын болады. Қазіргі действующий полигонның бүкіл қоқыстар сояққа көшіріледі. Сонымен қатар санитарлық нормаларға сәйкес сол ескі аймақ залалсыздандырылады. Оған міндетті түрде қорытынды алынады, пайдалануға жатады, жатпайды, содан кейін барып жер пайдалануға берілетін болады. Басқа ұсыныс, тағы біреу бір ұсыныс барды. Енді дұрыс сұрақ, бірақ біздің презентацияға тікелей қатысы жоқ. Мен енді ашып айтайын, бірақ білемін да, құрылыс саласы болғасын мен жауап беріп берейін.
Біріншіден, біз қазір Емплан қала құрылыс жобаларының проектісін таныстырып жатырмыз. Бұл жерлерде суда, электр желісі де, барлық инфрақұрылым, газ жүйесі де, кәріз жүйесі де, сонымен қатар жаңа аталып кетті, сұрады ғой, әлеуметтік нысандардың құрылысы барлығы қарастырылған. Ал бірақ ол бекітілгеннен кейін, сіз айтып отқандай, асфальт жолдың немесе соның астында су, свет, газдың құрылыстарына отдельно әрқайсысына проект жасалады. Ол қала құрылыс жобасы емес, ол жобасы металл құжаттары болады құрылыстың. Яғни, ана көшеге су жүйесі жаңадан келді, мысалы, ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ауыз су жүйесін реконструкциялау деген проект жасайды. Айттық қой, келешек оның бәрін жаңартады. Сөйтеді, оны қаржылауын сұрайды мемлекеттен. Мысалы, допустим, 1,5 миллиард болды құны, 1,5 миллиард республика бюджеттен, облыс бюджеттен қаржы сұрайды. Ол қаржылау қолдау тапса, құрылысы жүргізіледі. Ал жол, ескірген жолдарды, оған да отдельно асфальтқа, күрделі жөндеу немесе жаңа жол құрылысына деп проект жасалады. Оған да дәл солай проект жасайды. Және құрылысына ақша сұрайды. Енді сіздің сұрақ орнында, мысалға, су жүйесіне 1,5 миллиард қаржыландырылмай, мемлекеттен қаржылау қолдау таппай қалуы мүмкін да, бірақ нақты асфальт жүргізуге қаржылай қолдау табылады. Мына 1 жыл сұрайды, қаржы жоқ, мүмкіндігі жоқ. Екінші жыл сұрайды, береді. Ал суға, су жүйесіне кейін береді, былай айтқанда, асфальт құрылысына ертерек береді. Сөйтеді, мысалы, ЖКХ ұйымы, ЖКХ бөлімі мысалға асфальтты бастап кетеді, тендер жариялап, пайдаланушы анықталып, құрылысын салады, кетеді. Реконструкциялауға бүкіл ауыз су жүйесін қаржы бөлініп жатқан жоқ, 1,5 миллиард. Келесі жылы сұраймыз. Қаржылай қолдау табады, жүргіземіз. Ал ол уақытта, жаңа өзіңіз айтқанда, асфальт жүргізіп болуы мүмкін. Сондықтан сол уақыттарда жаңа асфальттан кейін барып құрылыс жүргізіледі. Сосын жаңа сіздердің орынды сұрақ негізі көп, ол сұрақ қоғамда, халықтың арасында неге жүйелі түрде жүргізілмейді. Негізі бұл бізде қазір жоғарыда аймақ басшыларының тапсырмасы бар. Дәл осылай істелініп кеткен жұмысты 2 рет жұмыс істеу үшін жүйелі түрде даму жоспары деген бекітіледі. Яғни, мына жылға инфрақұрылыммен обеспечить ету, мына жылға абаттандыруды қояды. Сонда мына жылда инфрақұрылыммен сіз айтқандай обеспечить етіп құрылысын салып бітсе, келесі жылда абаттандырудың проектісін сұрайды, және асфальттың көгалдандыруына түсінік жасап кетеді. Ол бұрыннан бар мәселе, және ол қазір мәселе көтеріп жүйеге келіп жатыр. Сұрағыңыз орынды бірақ. Мен қанағаттандырып жауап бере алдым деп ойлаймын. Тағы сұрақ болса, қойсаңыз болады. Сұрақ жоқ болса, ұсыныс пікірлеріңіз бар ма, немесе Емпланға қатысты? Бізде Айдар, Zoom-мен қатысып отқандар бар ма, ояқтың сұрақтары бар ма? Zoom-мен қатысып отқан кісілердің сұрақтары бар ма? Жоқ, бар, жақсы. Жоқ. Сұрақ жоқ болса, бүгінгі қоғам тыңдауында қорытындылайық. Біріншіден, сіздерге рахмет, уақыттарыңызды бөліп, бұл да бір адамның немесе бір мекеменің жұмысы емес, бұл қоғаммен талқылау, яғни барлық нәрседе мемлекеттік мүдденің салынып жатқан, жоспарланып жатқан жобасында халықтың да интересі болу керек. Сондықтан халықпен санасу, халықтың ой пікірімен ұсыныстарын ескеріп, жоба әзірлеу, ол міндетті түрде ескерілетін жағдай. Сондықтан сіздердің уақыттарыңыз бөліп, осы қоғам тыңдауға қатысып, сұрақтарыңызды қойып, ой пікірі алмасқандарыңызға біріншіден үлкен рахмет айтамын. Алдағы уақытта былай айтқанда
жобаға қарсылықтарыңыз жоқ қой. Енді бұл жерде мәселелерді талқылап айттық, және сол мәселелерді устранить ету үшін қандай жағдайлар қарастырылғанды атап айттық жаңа докладта да. Мен жалпылай да айтып жатырмын, қандай жағдайларда санитар нормалардың бәрін сәйкестендіріп жобаны жасап жатқанымды айтып жатырмын. Сондықтан бұл жобаға жалпы қарсылықтарыңыз бар ма? Бұл геймпланды бекітуге немесе әлі де разработка жасалу керек? Біз қарсымыз, себебі осындай мәселе бар, бұны шешу керек, бұл жерге берілуге жатпайды деген ұсыныстарыңыз бар болса, ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Жоқ, жобаны қолдаймыз, келісеміз десеңіздер, оны айтыңыздар. Дауысқа салайық ендеше, былайынша айтқанда, жобаны қолдайсыздар ма бір ауыздан? Жалпы ұсыныс пікірлеріңіз басқа жоқ қой? Рахмет, жалпы жобаны бір ауыздан қолданды, халық өзінің ой пікірін ұсынды, сұрақтарына жауап ала алды деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі қоғам тыңдалым аяқталды деп есептейміз. Келгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Зумды өшірсем болады.